Сәлем баршаға, бүгін осындай керемет блинойдың рецептісімен бөлісетін боламын. Бірінші жасағаннан-ақ идеально шығады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа рецепттерді біріншілердің қатарынан біле аласыз. Бір ыдысқа 4 жұмыртқа және де шым тұз, 3 ас қасық қант салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ, осындай венчиктің көмегімен қолдан жасасаңыз болады. Кішкене ағарып көпірген соң үстіне сүттің жартысын құямыз да жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ұнымызды салып, ешқандай іртік қалмайтындай етіп араластырамыз. Яғни бір келкі өте қою масса шығуы қажет. Қою іртіксіз бір келкі массамыздың үстіне қалған сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне бір ас қасықтай сұйық май құямыз. Блинный пісіретін табамызды отқа қатты қыздырып аламыз және біріншісінде ғана майлаймыз, кейінгілерінде майнамай құрғақ табада пісіре береміз. Мен бұл рецепті өте ұзақ уақыт іздедім, өйткені менің қолымнан осы именно блины жасау келмейтін, үнемі табаға жабысып қалатын, ал бұл өте керемет шығатын идеальный рецепт. Осындай керемет дәмді жұп-жұқа блины шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.